Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Шұғыл жаңалық. Саляфит, бандит Қайрат Сатыбалды кезінде көптеген қазақтың қанын ішіп, мемлекеттің байлықтарды өзіне тартып алған еді. Енді ол Тоңқаевтың билігімен азапталып, шындықты шырылдап айтып, өмір бойы черный дельфинға қамалуы жоспарланды. Барлық шындықты білмес бұрын, видеоға лайк қойып, комментарийге өз ойыңызды жазыңыз. Тоңқаев шал шынымен де халыққа жақсы ойлай ма, әлде сол баяғы ешәктік спектакль жасап жатыр ма? Ал бастайық. Астанада Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының ісі бойынша сот отырысы басталды. Іс Астана қаласы Байқоңыр ауданының 2-ші сотында қаралып жатыр. Қайрат Сатыбалдыұлына алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы мүліктік залал келтіру, басып алу немесе иемдену, яғни сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін жымқыру баптары бойынша қылмыс жасады деген айып тағылып отыр. Тамыз айының соңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Қайрат Сатыбалдыұлына және басқа да тұлғаларға қатысты Қазақтелеком ақ мен көлік қызметі орталығы ақ-ның аса ірі көлемде қаржы жымқыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтағаны белгілі болды. Шенеуніктер бұл іске қатысты тағы 3 күдікті бар екенін айтады. Тергеу барысында сотталушылардың заңсыз иемденген мүлкі мен қаражат есебінен мемлекетке жалпы сомасы 240 миллиард теңгеден астам қаржы қайтарылды. Сондай-ақ бұған дейін Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты салық және кедендік төлемдерді төлеуден жалтару, қылмыстық кірісті заңдастыру фактілері бойынша қылмыстық істер қосымша тергеліп жатқаны айтылған болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай сыйлық. Түркістан облысы Өндіріс ауылында су жаңа мектеп апатты жағдайда тұр. 200 орындық білім ошағының қабырғалары қирап құлап жатыр. Ал елді мекен оқушылары басқа мектепке автобуспен қатынап оқуға мәжбүр көрінеді. Өндіріс ауылындағы бұл мектептің кадрлерін ауыл тұрғындары түсірген. Көріп тұрғандарыңыздай ғимараттың қабырғасы қағайырылып, бірнеше жерден жарылып кеткен. Ауыл халқының сөзінше, Ақпарат мектебінің барлық бөлмесі осындай күйде екен. 200 орындық білім ұясы өткен жылы желтоқсан айында пайдалануға беріліпті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тарту ретінде берілген бұл мектептің лентасын аудан әкімінің өзі салтанатты түрде қиып кеткен дейді тұрғындар. Алайда содан бері мұнда бір күнде бала оқымаған көрінеді. Себебі жаңа мектептің ғимараты шәкірт қабылдап, білім беруге жарамсыз әрі мұнда кіру қауіпті. Сонда мынау қабырға мен мына қабырға жерде құлап жатқан еді. Кейін ішіне кіріп көрдім. Мына қабырғаның астында іргетасы болған жоқ. Іргетасы жоқ мынаның астында. Сәл дұрыс соғылмаған ба, іргетасы сәл арыда, өзі беріде соғылған топырақтың бетіне дейді Өндіріс ауылының тұрғыны Маржан Байымбетова. Мектеп ресми түрде берілгеннен бері де қабырғалары бірнеше рет жарылыпты. Ал жауаптылар оны гипсокартонмен жамап, жауып қойған деп күйініп отыр тұрғындар. Тапсырыс беруші облыстық құрылыс басқармасы нысанды былтыр қабылдап алған көрінеді. Басқарма маманның айтуынша анықталған кемшіліктер түзетілген. Сарапшының бір емес 3 рет қорытындысы алынды. Енді сол нәтижесіне қарап ары қарай жұмыс жүргізіліп жатыр дейді Қазығұрт аудандық құрылыс бөлімінің бас маманы Ерлан Байкөбеков. Ал аудандық білім бөлімінің басшысы ауыл балалары 2-ші тоқсаннан бастап осы мектепте оқитынын айтады. Бұрын қабылдау актісі өткен кезде апаттық жағдай болып танылған. Одан кейін қазір бізде эксперттің қорытындысы бар, ғимарат пайдалануға жарамды деген. Соның аясында қазір тиісті құжаттары реттеліп жатыр дейді Қазығұрт ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Асан Үйсінбаев. Дегенмен бөлім басшысы жертөледегі жырықтарды өз көзімен көргеннен кейін құрылыс сапасына қайта сараптама жасатып, балаларды оқытуды кейінге қалдыруы мүмкін екенін атап өтті. Алайда елді мекен тұрғындары қашан болса да балаларымызды мұнда оқытпаймыз деп отыр. Себебі ағын судың жолына салынған білім ошағы алғашқы қардан соң құлап, балаларымызды басып қалама деп қорқады. Масимов жақында босатылады. Қанды қаңтар оқиғасы кезінде қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2 шенеунігі жыл басынан бері бостандықта жүр. 25 тамызда Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменттің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов пен оның бұрынғы қарамағындағыларға қатысты тергеуді аяқтағанын хабарлады. Іске бұрын аталмаған айыпталушылар Ахипов пен Бекмұрат қатысты. Оларға қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Арнамыздың редакциясы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ресми сауал жолдады. Онда бізге Бекмұраттың УКК департаментінің бөлім бастығы қызметін атқарғанын, ал Ахиповтың оның тікелей бағыныштысы УКК департаменті бастығының бұрынғы орынбасары болғанын хабарлады. Дегенмен өте құпия деп танылған іс бойынша 2 айыпталушы да бостандықта жүр.
Бекмұрат пен Ахиповқа қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады. Олар ешқайда кетпеу туралы жазбаша міндеттеме түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады делінген ОХК-ның арнамыздың тілшісінің сауалына берген ресми жауабында. Бекмұратов пен Ахиповтың кінәсі дәлелденсе, Қылмыстық кодексінің 362 бабының 1 бөлігі билік немесе өкілеттік шегінен шығу бойынша олар 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ ведомствоның бұрынғы қорғаныс министрі Ерлан Тұрғынбаевқа, экс-премьер-министр Асқар Маминге және бірінші президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты қылмыстық істерді тіркемегенін хабарлады. Сонымен бірге тамыз айының соңында бас прокуратура Ерлан Тұрғынбаевтың қанды қаңтар ісі бойынша куәгер ретінде жауап алуға шақырылғанын растады. Паркинг ісі Қайрат Боранбаевтың қызметкерлері қамауда қалады. Алматы арнайы технологиялық тұрағының директоры Марат Пірінбеков және Алан Паринг іс басшысы Мұхтар Базарбаевты қамауда ұстау мерзімі ұзартылды. Алматы қаласының қала соты ұстау шарттары 6 айға дейін ұзартылғанын хабарлады. Базарбаевқа қатысты 2022 жылдың 26 қыркүйегіне дейін, Пірінбеков 15 қазанға дейін қамауда болады. Компания басшылары аса қомақты бюджеттік қаражатты жымқырды деген күдікке ілінген. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Паркинг Алматыдағы Алайн Паркинг компаниясына тиесілі ақылы тұрақтардың атауы. Еске салсақ, 18 сәуірде Алматы арнайы технологиялық тұрағының директоры Марат Пірінбеков қамауға алынды. 14 сәуірде Алайн Паркинг іс бас директоры, ақылы тұрақ операторы Мұхтар Базарбаев қамауға алынды. 2021 жылы желтоқсанда екі іс иесі олигарх Қайрат Боранбаев компанияның мемлекеттен 30 үлесін сатып алды. Алматыдағы Боранбаев фирмаларының бақылауындағы ақылы автотұрақтар мемлекетке қайтарылды. Алматыдағы Дариға Назарбаеваның құдасы, олигарх Қайрат Боранбаев фирмаларының бақылауында болған ақылы автотұрақтар мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл туралы Алматы қаласы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Алматы әкімдігіне монополиядан шығару және ықтимал залалды өтеу мақсатында компания иелерінен Алматы спецтехпаркинг сервис іс акцияларының 70%-ын және Алайн Паркинг ішісінің 100%-ық үлесін қалаға қайтару туралы ұсыныс түсті. Алматы қаласының әкімдігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес жоғарыда аталған компаниялардың акцияларын қайтару туралы қаулы қабылдады делінген хабарламада. Алматы спецтехпаркинг сервис іс бірыңғай оператор ретінде қаланың 5 ауданында Алмалы, Бостандық, Жетісу, Медеу, Түрксіб орналасқан тротуарлар тұрақтарына қызмет көрсетуге маманданған. Бұрын бұл ішісінің 30% әкімдікке тиесілі болатын. Алайн Паркинг іс ауданда Алатау, Бостандық, Жетісу орналасқан автотұрақтарға қызмет көрсететін бірыңғай оператор болып табылады. Іс толықтай жеке меншікте болды. Бүгінде ақылы автотұрақ жүйесі қалыпты жұмыс істеп тұр. Қаулыға сәйкес ағымдағы жылдың 25 сәуірінен бастап ақылы автотұрақ қызметінен түсетін барлық кірістер қалалық бюджетке бағытталады. Қазіргі уақытта Алматы әкімдігі қаланың автотұрақ аймағын ұйымдастыру бойынша бірыңғай оператор құру жұмыстарын бастады. Қолданыстағы заңнамада белгіленген рұқсаттарды алу мерзімдерін, сондай-ақ монополияға қарсы органдармен келісу қажеттілігін ескере отырып, 2022 жылдың 1 тамызына дейін бірыңғай оператор құрылады деп толықтырды қала билігі. Сондай-ақ Алматы тұрғындарының арыз шағымдары бойынша қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында ақылы автотұрақтардың жұмысын жақсарту бойынша кешенді шаралар қолға алынатыны айтылды. Алдағы уақытта халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, қалалық автотұрақ кеңістігін дамыту тұжырымдамасын әзірлеу және ақылы автотұрақтардан түсетін кірісті көшелер мен аулаларды абаттандыруға пайдалану жоспарлануда. Сондай-ақ қордаланып қалған мәселелерді шешу үшін қалада көп қабатты автотұрақтар салу басты назарда болмақ. Алматыда ақылы автотұрақ жүйесі алғаш рет 2016 жылы енгізілген. Жоғарыда аталған компаниялардың мәліметі бойынша ақылы автотұрақтардың қаржылық айналымы бір жылда орташа есеппен 4 миллиард теңгені құраған. Қазіргі таңда компания басшыларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде деп қосты қала әкімдігі. Еске сала кетейік, 15 наурызда Боранбаевты Алматыда қаржы мониторингі агенттігінің орталық аппаратының қызметкерлері ұстаған. 16 наурызда Боранбаев Нұр-Сұлтанға жеткізілді. 17 наурызда белгілі заңгер, жер құқығы жөніндегі сарапшы Бақытжан Базарбек Алматының экс-әкімі мен Нұр Отан қазіргі Аманат партиясы төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Бауыржан Байбек пен Боранбаевтың жер мәселесінде алаяқтық жасады деген күдігімен бөлісті. Сол күні Боранбаевтың ұсталғаны ресми түрде расталды.
Қайрат Боранбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаеваның бұрынғы келіні Әлима Боранбаеваның әкесі. 14 сәуірде Алматы соты Align Parking ЖІС директоры Мұхтар Базарбаевты қамауға алуға рұқсат бергенін хабарлады. Align Parking R2 ЖІС басқаратын ақылы автотұрақ операторы, оның түпкі иесі Боранбаев. Сәуірдің 18 күні Алматы спецтехпаркинг сервис ЖІС директоры Марат Пірімбеков қамауға алынды. Алматы спецтехпаркинг қызметі де Боранбаевпен байланысты.